Керемет бақ. Кезінде кедейдің екі досы Асан мен Қасен өмір сүріпті. Асан бір жерді егіп, Қасен азын-аулақ малын бағып, сөйтіп азығын осылай алды. Екеуі де жесір еді, бірақ Асанның сүйкімді аяулы қызы, оның жұбанышы, ал Қасенде оның үміті, мықты және тіл алғыш ұлы болыпты. Бір көктемде Асан егістікке дайындалып жатқанда, Қасен бір пәлеге ұшырайды. Даланы жұт басып, кедейдің қойы түгел құлады. Баласының иығына сүйеніп, көз жасына ерік берген Қасен досына қарай адасып келіп: «Асан, мен сенімен қоштасуға келдім. Менің отарым қырылды, онсыз мен де құрдымға кетемін». Бұл сөздерді естіген Асан да жылап, Қасенді кеудесіне қысып сөйледі: «Досым, жүрегімнің жартысы сенікі. Бас тартпа, өрісімнің жартысын қабыл ал. Өзіңді жұбат, кетімен алып, әнмен жұмысқа кіріс». Осы кезден бастап Қасен де егіншілікпен айналысты. Күндер өтті, айлар өтті, жылдар да өтті. Бірде Қасен егістігін қазып жатып, кенет кетімен астынан әлдебір оғаш сыңғыр естілді. Бұл жерде асығыс жер қазуға кірісті. Көп ұзамай оның көзіне аузына дейін алтын тиындар толтырылған ескі қазан ашылды. Қуаныштан Қасен қазанды қолына алды да досының үйіне қарай жүгірді. «Көңіліңді көтер, Асан!» деп жүгіріп бара жатып, «Көңіліңді көтер, бақыт саған келді. Жеріне алтынға толы қазан қаздым. Енді сен мұқтажсың». Асан оны жылы жүзбен қарсы алып, былай деп жауап берді: «Мен сенің жан қиярлығыңды білемін, Қасен. Бірақ бұл менің емес, сенің алтының. Сен өз жерінен қазына таптың ғой». «Жомарттығыңды білемін, Асан», деп қарсылық білдірді Қасен. «Бірақ жерінді сыйға тартып, сен оның қойнауында жатқанды маған бермедің». «Қымбатты досым», деді Асан, «жердің байлығының бәрі осы жерді кейін суарғанға тиесілі болуы керек». Сөйтіп екеуі ұзақ таласады. Ақыры Асан: «Жетер енді, Қасен. Сенің күйеу балам бар, менің келін қызым бар. Олар бір-біріне ұзақ уақыт бойы ғашық. Оларды үйлендіріп, осы алтынды берейік. Балаларымыз жоқшылықты білмесін». Достар өздерінің шешімдерін балаларға жариялағанда, олар бақыттан өле жаздады. Дәл сол күні көңіл той өтті. Жігіт пен қыз Қасеннің үйінде қоныстанып, ал Қасен Асанға көшті. Ертеңіне күн ашыла бастағанда жастар әкелерінің үйінде қайта көрінді. Олардың жүздері алаңдаулы, қолдарында сол баяғы алтын қазан ұстаған. «Балалар, не болды?» Асан мен Қасен қобалжып айқайлады. «Сендерді сонша ерте тұрғызған қандай қиындық?» «Біз сіздерге айту үшін келдік», деп жауап берді жастар. Ата-анасы немқұрайлық танытқан нәрселерді балалардың иеленуі жақсы емес. Бұл алтынсыз да біз бай болдық. Біздің махаббатымыз дүниенің барлық қазынасынан да қымбат.
Сөйтіп олар қазанды үйдің ортасына қойды. Содан қазынаны кімге тапсыру керек деген дау қайтадан басталып, төртеуі алтынмен алыс далада тұратын бір атақты данышпанға баруға шешім қабылданғанға дейін созылды. Олар көп күн далада жүріп, данышпанның үйіне келеді. Үйі даланың қақ ортасында жалғыз тұрды, қара және сорлы. Саяхатшылар үйге кіріп, данышпанның алдында тағзым етті. Данышпан тозған киіздің үстінде отыр екен. Оның қасында екі жағында 2-ден 4 шәкірті отырыпты. Сіздерді маған не қажет етті, жақсы адамдар, деп сұрады данышпан келушілерінен. Олар оған дауларын айтты. Оларды тыңдаған данышпан ұзақ үнсіз отырды да, ең үлкен оқушысынан бұрылып сұрады. Айтшы, менің орнымда осы кісілердің ісін қалай шешер едің? Оқушысы былай деп жауап берді. Алтынды ханға әкелуді бұйырар едім. Өйткені ол жер бетіндегі барлық қазынаның иесі. Данышпан қабағын түйіп екінші шәкіртінен сұрады. Ендеше сен менің орнымда қандай шешім қабылдар едің? Екінші оқушы былай деп жауап берді. Алтынды өзім алатын едім. Себебі бұл адамдар алтыннан өздері бас тартты. Данышпан одан бетер қабағын түйді, бірақ сонда да сабырмен үшінші оқушыға сұрақ қойды. Ал енді сен айтшы, қиындықтан қалай құтылар едің? Үшінші оқушы былай деп жауап берді. Бұл алтын ешкімдікі емес, және бәрі бас тартқандықтан мен оны қайтадан жерге көмуді бұйырар едім. Данышпан әбден мұнайып, төртінші ең кіші оқушысынан сұрады. Не дейсің, балам? Иә, ұстазым, деп жауап берді кіші оқушысы. Қарапайымдылығымды кешіріңіз. Бірақ менің шешімім осындай. Мен мына алтынмен бос далада үлкен саялы бақ өсірер едім. Сонда шаршаған кедейлердің бәрі демалсын. Оның жемістерінен дәм татсын. Бұл сөздерді естіген данышпан орнынан тұрып, жас жігітті құшақтай алды. Үкімін әділ балам. Ендеше мына алтынды алып, қағанаттың астанасына барып, сол жерден ең жақсы тұқымдарды сатып алып, қайтып оралып, өзің айтқан бақты өсір. Ал сен туралы және осы алтын әкелген жомарт жандар туралы естелік жарлы жақыбайлар арасында мәңгілік болсын. Жас жігіт қазынаны бірден қапқа салып, иығына лақтырып, алыс жолға аттанды. Ұзақ уақыт бойы даланы кезіп, ақыры қағанаттың астанасына аман есен жетеді. Қалаға келген
Ол бірден базарға барып, жеміс тұқымын сататын саудагерлерді іздеп, шулы тобырдың арасында жүре бастады. Дүкендердің маңында елген бөтен заттар мен жарқыраған маталарды қарап, ұзақ кезіп жүрді. Кенет оның артында керуен қоңырауларының сыңғыры естіліп, тесілген айқайлар естілді. Жас жігіт артына бұрылып қарады. Базар алаңынан таңғажайып жүк тиелген шексіз керуен өтіп бара жатыр. Жүктердің орнына түйелерге тауда, орманда және шөл далада ұя салатын мыңдаған тірі құстар тиелген. Олар табандарынан, қанаттарынан байланған, мыжылған және тозған шүберек сияқты салбырлаған. Керуеннің үстінен түрлі түсті қауырсындардың бұлттары оралды. Керуеннің әр қимылымен құстар түйенің бүйірлеріне бастарын қағып, ашық тұмсықтарынан мұң-мұқтаж айқайлар қашады. Мұны көрген жас жігіттің жүрегі елжіреп кетті. Қызығушылық танытқан қалың жұрттың арасынан өтіп, керуен башыға жақындап, құрметпен иіліп, «Тақсыр, мына әдемі құстарды осындай жан түршігерлік азапқа ұшыратқан кім? Олармен қайда барасыз?» Керуен башы былай деп жауап берді. «Біз хан сарайына бара жатырмыз. Бұл құстар хан дастарханына арналған. Хан олар үшін бізге 500 теңге төлейді. 2 есе көп алтын берсем, оларды босатасыз ба?» деп сұрады жігіт. Керуен башы мысқылдай қарап, сенбей жолын жалғастырды. Сонда жігіт иығынан былғары дорбаны түсіріп алып, керуен башының алдынан ашты. Керуен башы өзінің көзіне сенбей тоқтады. Бірақ оған қандай байлық ұсынып жатқанын түсінген. Ол дереу керуеншілерге құстарды шешуді бұйырды. Бостандық сезінген бойда құстар бірден аспанға ұшып кетті. Олардың көп болғаны соншама, әп-сәтте күн түнге айналып, қанат қаққан дауыл жер бетін шарпыды. Жігіт кетіп бара жатқан құстарды ұзақ бақылап, олар көзден ғайып болған соң, жерден бос былғары дорбасын алып, қайтар жолға шықты. Жүрегі қуанып, аяғы жеңіл жүгірді. Ерінен жайдарлы ән өздігінен төгілді. Бірақ ол туған жеріне жақындаған сайы, оның ащы ой билеп, кеудесіне өкініш күшейе түсті. Кім маған бөтен байлыққа өз еркіммен билік етуге құқық берді? Мен өз еркіммен кедейлерге бақ қондырған жоқпын ба? Ұстазға және менің оралуымды тұқыммен күтіп отырған қарапайым жандарға енді не айтамын? Осылайша жас жігіт өзіне шағымданды. Бірте-бірте үмітсіздік оны толығымен иемденді. Және ол жерге құлап, басына өлім шақырып
жылай бастады. Ақырында қайғы оны шаршатқаны сонша, ол қатты ұйықтап қалды. Ал түсінде күтпеген жерден сүйкімді ала құс кеудесіне ұшып, кенет керемет дауыспен ән айтты. Ей жақсы жігіт, ұмыт, қайғынды ұмыт, еркін құстар сенің алтыныңды қайтара алмайды. Бірақ олар сені мейірімділігін үшін басқаша марапаттайды. Жақында оян, сонда сен көз жасынды бірден құрғататын нәрсені көресің. Осылай сайраған құс қалқып ұшып кетті. Жас жігіт көзін ашты да таңырқап қалды. Бүкіл кең даланы түсініксіз кәсіппен айналысып жатқан ғажайып құстарды көрді. Құстар табандарымен жердегі шұңқырларды тырмалап, тұмсықтарынан ақ тұқымдарды түсіріп, қанаттарымен қайтадан сыпырды. Жігіт тебіренді де, сол сәтте жерден құстар көкке ұшып кетті. Күн тағы да түнге айналып, қанат қаққан дауыл жер бетін шарпыды. Бірақ содан кейін бұдан да үлкен ғажайып болды. Құстар қазған әрбір шұңқырдан кенеттен жасыл өскіндер созылып, олар жоғарылап өсті және көп ұзамай жылтыр жапырақтармен әдемі кесілген қуатты бұтақталған ағаштарға айналды. Бір сәтте жетпей-ақ ағаштардың бұтақтары ауаны тәтті хош иіске толтырылған, бұрын сонды болмаған жайнаған гүлдермен көмкерілді. Содан кейін гүлдер ұшып, олардың орнына бұтақтарда керемет алтын алмадар тербелді. Кәріптас сияқты қабығымен жабылған алма ағаштарының саны мен саны жоқ. Жіңішке діндер арасында жүзімдер, жида, өрік ағаштары, жайқалған шөптер, жарқыраған қызғалдақтар көрінді. Көлеңкелі жолдар ағаштардан жаңа ғана құлаған нәзік гүл жапырақтармен қапталған. Соқпақтардың жиегіне түрлі түсті асыл тастармен көмкерілген мұзды арықтар қатты көпірледі. Үстінде жас жігіт түсінде армандағандай әдемі де дауысты құстар тынымсыз қалқылдап сайрап жатты. Жас жігіт жан-жағына таңырқай қарады да, бақшаны шын көріп тұрғанына әлі де сене алмады. Өзін сынау үшін ол қатты айғайлады және өз даусының бірнеше рет қайталанғанын анық естіді. Бейне жоғалған жоқ. Сосын ол бар күшімен данышпанның үйіне қарай жүгірді де, басынан өткенін бәрін сонда айтып берді. Оның әңгімесін тыңдаған данышпан да, үш шәкірті де, Қасенмен бірге Асан да, балалары да бірден осы ғажайып бақты көргілері келді. Көп ұзамай ғажайып бақ туралы әңгіме бүкіл далаға тарады. Жорғалап бақшаға бірінші болып ақ сүйектің өкілдері аттанды. Бірақ шетіне жеткен бойда
Алдарынан 7 құлыптаулы темір қақпасы бар биік қоршау көтерілді. Содан кейін олар ойылған ер тоқымдарға тұрып шарбақ арқылы алтын алмаларға жетуге тырысты. Бірақ ұрыққа қолын тигізген кез келген адам бірден күшінен айырылып жерге құлап қалды. Мұны көрген ақ сүйектің өкілдері шошып, үрейленіп, аттарын бұрып, ауылдарына қарай беттеді. Олардың соңынан жан-жақтан бақшаға қарай кедейлерді топ жарды. Олар жақындай бергенде темір қақпадан құлыптар құлап, қақпалар айқара ашылды. Бақ іші адамдарға, ерлер мен әйелдерге, қарттар мен балаларға толды. Олар жолдармен жүрді. Жапырақтарды таптап, гүл жапырақтары мыжылмады. Олар арықтардан су ішті, ал су лайланбады. Олар ағаштардан жеміс жұлды, бірақ жемістері азаймады. Күні бойы домбыра үні, көңілді ән, шулы күлкі бақшада тыным таппады. Ал түн уақыты келіп, жер бетінде қараңғылық орнаған кезде алмалардан кенет жұмсақ көгілдір нұр шығып, құстар тыныш және тәтті ән шырқады. Сонда кедейлер ағаш түбіндегі хош иісті шөпке жатып, өмірінде алғаш рет қанағаттанып, бақытты ұйқыға кетті.